саламатсыздар ма, алтын қыздар? Алтын жіп тігін курсына қош келдіңіздер. Көп қыздардың сұранысы бойынша бүгінгі сабағымыздың тақырыбы курткаға замок тігу. Кез келген үйде детский болсын, өзіміздің курткамыз немесе жолдасымыздың, әкеміздің, анамыздың курткасы замогы бұзылады. Кез келген үйде. Сондықтан сіздерге осы сабақты көрсетейін деп жібердім. Ательеге апармай, осы сабаққа қарап, бірге бір жасап, куртканың замогын ауыстыратын болыңыздар. Ол үшін бізге не қажет? Біріншіден, бұзылған курткамыздың замогын сөгіп, жіптерін тазалап, дайындап аламыз. Сосын дүкенге барып, осындай үлкен замок алып аламыз. Замок двухсторонний болады, односторонний болады. Сондықтан осындай жақсы бекем замок алған дұрыс деп ойлаймын. Сосын былай көресіздер, замок осылай тұру керек, жалпы. Оң жағы, мына жақта болады. Сондықтан біріншіден мен осылай жасаймын. Мына замоктың теріс жағын, яғни подборд, астар жағын, мына жағына тиіспей, мен замокты түйреп алам. Осындай түйрегіштермен қалай жатқан болса, мына кішкене былай тартып, мынадан кішкене посадка болады. Осылай қалай жатқан болса, осылай түйрегіштермен түйреп аламын. Теріс жағына. Детский замок болсын, кожаный куртка болсын, детский куртка болсын. Так, несі технологиясының бәрі бір, техникасы бәрі бір. Біріншіден, мен өзім солай жасаймын. Астарға, астыңғы жағына осылай түйреп алам. Мына собачка жүруіне орын қалу керекті. Қатты ашып та жібермеңіздер. Кішкене матаға посадка береміз да. Замоктан тартпайсыздар. Замоктан посадка берілмейді. Посадка тек қана матаға беріледі. Осылай түйреп аламыз. Түйреп алғаннан кейін, міне осылай түйреп шықтық. Түйреп алғаннан кейін машинкада 0,1 тігіспен тігеміз. Ал енді замокты тігу үшін біз кәдімгідей лапканы түсіріп тастаймыз да. Односторонний лапканы қоямыз. Односторонний лапка дегені ол мынандай. Міне осындай лапканы қоямыз. Егерде машинкаңыздың мына лапка кең ғой да, үлкен да, көлем. Егерде одан мынандай узкий болса, мынандай, жұқарақ лапкалар болады. Сол кезде ол әдемі тік береді. Ол кезде ауыстырмайсыздар да. Мынау ені кең болғаннан кейін ауыстырып жатырмын. Енді осылай кіріп тігеміз. Мына қараңыздар. Нөл бір операциямен кішкене мынандай инемен көмек беріп жіберемін. Бір қолмен қабылдап, бір қолмен беріп отырамыз матаны. Матадан кішкене посадка береміз деп айттым ғой. Қайтып жалпысында болады.
кедергі жасамайды. Тек қана, мына көрдіңіздер, оң бетін тікпейміз. Тек қана ішіндегі астарға қосып тігіп жатырмыз. Міне, осылай тігіп алдық. Енді жіптерді қырқып отырамыз. Енді оң қаратып, мына замоктың артық жіптерін қырқамыз. Енді не істейміз? Жалпы бұл мына замок өзі көрінер, көрінбес болу керек та. Мынаусы үстінде солай болған негізі. Замокты тігер кезде бұрынғы қалпын суретке телефонмен түсіріп алсаңыздар да болады да. Ескі тігістермен тігіп шықсаңыздар да болады. Жалпы техникасы солай. Біріншіден міне 0,1 мен астарға тігіп аласыздар да. Кейіннен міне замокты кішкене міне бір бетін ғана. Міне қараңыздар. Замоктың мына бір бетіндегі тістерін полный жауып отырамыз. Осылай түйреп алыңыздар. Сонда мына замоктың тістері көрінбеу керек та. Айландыра осылай түйреп шығасыздар. Осылай түйреп шығасыздар. Тігіп атыпты, жіптерін тазалап отырасыздар да, ескі жіптерін. Мына жерде де осылай мына жағын қайырып, ішке қарай қайырып, бір бетіндегі тістерін. Мына көрдіңіздер ме? Түйреген кезде мына жағында замогы бар, мына жағынан көрінбейді тістері. Осылай үстінен, ескі тігістің үстінен тігіп шығамыз. Алып тастаймыз, ескі лапкамызды қоямыз. Бұрынғы тұрған двухсторонний лапкамызды қойып аламыз да, ескі тігістің үстінен жүргізіп шығамыз да. Көбінесе курткаларда, енді бұл спецформаның курткасы болғаннан кейін үтіктеген кезде білінбейді ескі тігісі. Ал баллоновый курткалар ескі тігісі қанша үтіктесеңіз де, жусаңыз да, тесілгеннен кейін ол кожа сияқты тесіктің орнына қалып қояды. Сондықтан бұрынғы фабричный тігістің үстінен еш нәрсе өзгертпейсіздер. Қалай қайырылып тұрған болса, солай қайырылып тұрады да. Еш нәрсе өзгертпейсіздер, үстінен осындай тігіс жүргізіп аласыздар. Мына көрдіңіздер ме? Сиып тұр.
Мінекей қыздар, бір бетіндегі замокты тігіп тастадық. Мінекей енді замокты қадаймыз. Замокты қадап алдық. Енді қараңыздар. Оңай жерінен өттік. Енді кішкене мына жерін келтіру керек. Арғы беттегі замоктың мына сызығы тұр ғой да. Осындай сызықтар болады нелерде, курткаларда да. Кейбір курткаларда мына жерінде несі болады, сызықтары, тігістің қосылған жерлері. Мына жерлерінде тігістің қосылған жерлері бар. Соның бәрін замокта белгілеп аласыздар. Сосын мына қалтасы осы жерде, осы районда тұрды. Сондықтан екінші қалтасы да бір-біріне симметричный болу керек. Бір-біріне қарап тұру керек. Киген кезде куртканың қалталары екі қисайып, олай тұрмау керек. Қалта қалай орналасқан болса, солай орналасады. Ол егерде қисық тік қойған болсаңыздар, қайтадан сөгіп тігесіздер. Ол куртка қисық емес, замок қисық емес. Ол сіздер дұрыс тікпегесіздер. Сондықтан мынау жаға жақтарын, тігістерді келтіріп барып тігеміз. Міндетті түрде осылай келу керек. Міне қараңыздар. Осылай екі сызықты осылай келтіріп, мына жағасын да келтіріп, осылай түйреп аламыз да. Оң бетіне емес, теріс бетіне. Сосын мына тігісті келу керек. Тіккен кезде осы екеуі келу керек. Сосын мына жерінде көрсіздер ме? 1 сантиметр жетпей тұр. Мына жерде де солай болу керек. 1 сантиметр жетпей тұру керек. Сондықтан мына жақты ашамыз, мына жақты кіргіземіз, осылай. Кейіннен осылай түйрейтін боламыз. Міне келтірдік па? Саусақпен ұстап алдық міне. Осы жерді ұстап алдым. Осы жерді, демек, осы жерді мен түйреп аламын. Міне. Түйрегішпен түйреп алдым. Енді екінші точкасы. Мына жер келу керек. Осылай фиксировать етіп алдым қолмен. Міне саусақпен ұстап алдым. Саусақпен ұстап алдымдағыны. Осы жерді түйрегішпен фиксировать етіп аламын. Оң бетін түйремейміз. Тек қана ішкі жағын міне. Тек қана ішкі жағын. Көрдіңіздер ме? Мына жағын да солай жасаймыз. Мына қалай жатқан болса, міне. Осылай қадап аламыз да, міне. Осылай. Саусақпен ұстап тұрып, түйреп аламыз тағы да. Мына оң бетінен түйреп алдым ба? Енді ішкі жағынан түйреп алам. Мына жақты қадамай, көрдіңіздер ме? Мынаны босатам. Сол кезде ол өзінің орнында түйреліп тұр деген сөз. Міне. Кейінгі қадамымыз, мына 4-ші қадам. Ол мына жаға, мына жақта болу керек деген. Осылай қойып аламыз. Демек, бұны да осылай түйреп аламыз. Міне. Техникасы, куртканың тігудің техникасын бәрі бір. Баллоновый куртка болсын, кожаный куртка, пуховик болсын. Техникасының бәрі бір. Біріншіден ішкі жағын тігіп аласыздар, астар жағын. Кейінен үстін тігетін боламыз. Міне, бізге керекті 4 жерден түйрегішпен түйреп алдық. Енді қалған жерлерді түйреп алайық өзіміз үшін. Міне осылай түйреп аламыз. Енді мына машинканың лапкасын қайтадан ауыстырып, односторонний лапка қоямыз.
Енді қайтадан міне түйреліп тұр. Осылай қалай тұрған болса, осылай тігеміз. Кішкене бері қарай жылжытайық. Себебі собачкасы жүретін, біз жолына орын қалдырып қоюымыз керек. Мына жерде де солай болып тұр, кішкене жол қалдырып қойдым. Ескі жіптерді тазалап отырамыз. Жақсы тазаланбаған болса, ескі жіптерді тазалап отырамыз. Артық жіптің бәрін қырқып тастаймыз. Енді мынаны қараңыздар. Оң бетіндегі мынау сызып қойған жерімізбен мына сызып қойған жері келу керек та. Тістері көрінбейді. Бағана бірінші бетін қалай тіккен болсақ, солай тігеміз да. Тістері көрінбейді. Міне. Мына жағы да солай. Мына артығын былай қайырып қоямыз да ішке қарай. Тістері көрінбейтіндей қылып, осылай түйреп аламыз. Сосын мына жерде де мына сызып қойған жерімізбен мына екі тігістің ортасы да мынау тігілген жері тура сәйкес келу керек. Осы жерді түйреп аламыз. Мына жерде міне 0,5 сантиметр жетпей тұрған еді ұшына. Осы жерді де былай түйреп аламыз. Қалған жерді мына керекті нүктелеріміздің бәрін қадап алдық та. Енді жайғастырып матаны, қалған матанды түйреп шығамыз замокқа. Мінеке бәрін түйреп алдық. Енді машинамен жүргізіп шығамыз. Лапканы ауыстырсаңыз да болады, ауыстырмасаңыз да болады. Енді ескі тігістің үстінен бұрынғы тігісі бар ма? Бұрынғы тігістің үстінен осылай тігеміз.
Енді артық жіптерін бәрін қырып тастаймыз. Енді замокты қадаймыз. Ал мына замокты тігіп бітірдік. Мына ескі жіптері. Мына тура ескі тігістің үстінен тіктік. Мына көрдіңіздер ме? Текс болып шықты. Бұрынғы тігістің орындары қалып қойған жоқ. Тесіктері тесіліп. Тура бұрынғы тігістің үстінен тігіп шықтық. Мына көрдіңіздер ме? Екі тігіст бірдей болып тұр мына жері. Мына жері екеуі бірдей болып тұр. Мына жағын тексеріп аламыз. Мына жағы бірдей болу керек. Мына екі қалта қалай сызбаған болсақ, дәл солай бірдей болып тұр. И жағасы да бірдей болып тұр. Өздеріңізге осылай тексеріп аласыздар. Егерде түйрегішпен сіздер қолдарыңыз ептей алмай жүрсе, біріншіден қолмен тігіп алыңыздар. Қолмен тігіп алғаннан кейін үстінен ең ақырында үстінен машинкамен тігіп шығасыздар, я? Қайта машинкамен тігуге болмайды. Машинканы тесіп тастайсыздар. Осымен мына замок сабағымыз бітті. Курткамызға замок мына тігіп алдық. Ешқандай ательеге апармай, осының өзін ательеде білмеймін, 1000 теңгенің төңірегінде жасайды. Сондықтан сіздер 1000 теңге өзіңізге үнемдеп алдыңыз деп есептеңіздер.